Түнде екінші қабаттағы есік өзінен өзі ашылды. Біз ол кезде бәріміз төменде едік. Бұл дыбыс адамдікі емес еді, бірақ үйдің ішінде біреу жүрді. Сол түннен кейін бұл үйде ешкім қалмады. Себебін соңында айтамын. Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен, арнаға тіркеліп, қазақша контентті қолдап кет. Қаланың сәл шетінде орналасқан екі қабатты үлкен коттеджде қазақ отбасы тұратын. Үй иесі Ерлан, жары Айгүл және екі баласы бар. Үлкені Нұрсұлтан 17 жаста, кішісі Аиша 9 жаста. Үй жаңа, жарық, айналасы тыныш еді. Көршілер алыс, түнде мүлгіген тыныштық орнайтын. Күндіз бұл үй өте жылы көрінетін, ал түнде үй мүлден басқа кейіпке енетіндей сезім болатын. Бір түнде сағат шамамен 02:30 болғанда Айгүл селк етіп оянды. Жүрегі біртүрлі шым ете қалды. Екінші қабаттан есік ашылғандай дыбыс шықты. Ерлан, сен естідің бе? Деді ол сыбырлап. Ерлан құлағын түрді. Біраздан сол төменгі қабаттан біреудің жүргендей баяу аяқ дыбысы естілді. Нұрсұлтан шығар, деді Ерлан өзін сабырға шақырып. Бірақ ол дыбыстар баланың қадамына ұқсамады. Өте ауыр, баяу, анық еді. Ерлан орнынан тұрып, жарықты қоспай, баспалдаққа жақындады. Төменнен әлсіз, қараңғылық қана көрінеді. Сол сәтте екінші қабаттағы бір есік өздігінен жабылып қалды. Ерлан тоқтап қалды. Үй ішіндегі ауа суып кеткендей болды. Бұл не? Деп күбірледі ол. Төменнен тағы да дыбыс естілді. Бұл жолы біреу ас үй жаққа қарай жүргендей. Нұрсұлтан да оянып кеткен екен. Ол бөлмесінен шығып, «Әке, біреу бар ма?» деді дауысы дірілдеп. Сол кезде кішкентай Аиша жылап жіберді. «Мен біреуді көрдім», деді ол. «Қара көлеңке, ол төменде тұр». Айгүлдің өңі бозарып кетті. Ол қызын құшағына қысты. Ерлан батылдық жинап, телефонның шамын жағып төменге түсті. Ас үйге жеткенде есіктің ашық тұрғанын көрді. Ал ол есік әрқашан жабық болушы еді. Еденде балшыққа ұқсас іздер бар еді, бірақ дала құрғақ болатын. Кенет шам жыпылықтап өшіп қалды. Қараңғылықта біреудің тынысы естілді, өте жақын. Шам қайта жанғанда ас үй бос болып шықты, бірақ қабырғада бұрын болмаған қолдың қара ізі пайда болған. Нұрсұлтан төменге жүгіріп келді. «Әке, артымнан біреу қарап тұрды», деді ол. Сол сәтте екінші қабаттан тағы да есік сықырлап ашылды. Бұл жолы анық еді. Үйде бөтен бірдеңе бар. Айгүл Құранды қолына алып дұға оқи бастады. Дұға оқылған сайын үй ішіндегі дыбыстар бәсеңдеді. Бірақ кенет баспалдақтың ортасында қара силуэт пайда болды. Беті көрінбеді, тек ұзын қара көлеңке. Айша айқайлап жіберді. Сол сәтте жарық толық жанып, бәрі жоғалып кетті. Таң атқанда үй қайтадан тыныш еді. Ештеңе болмағандай, бірақ қабырғадағы қол ізі жоғалмаған. Ерлан сол күні ақ имам шақырды. Имам үйді аралап шықты да, бұл үйде бұрын ауыр жағдай болған, ізі қалған деді. Түнде бәрі қайта ұйықтауға жатты, бірақ Нұрсұлтан ұйықтай алмады. Ол телефонға қарап жатқан. Сол кезде хабарлама келді. «Сендер мені көрдіңдер. Енді мен кетпеймін». Телефонда байланыс нөмірі жоқ еді.
Осы күннен кейін ол отбасы сол үйде тұрмайды, бірақ коттедж әлі бос. Көршілердің айтуынша түнде кейде екінші қабаттан есік ашылғаны естіліп, төменде біреу жүргендей дыбыс шығады. Ал үйдің терезесінде кейде қара көлеңке көрінеді. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет.